Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Иә, келіңіздер. Мен немеремді осы балабақшаға алып келген едім. Бұл баламен танысып көрейінші. Атың кім болғай? Әлхайыр, қандай керемет. Жасың қаншада? Ой, үлкен жігіт екен. Иә, дұрыс айтасыз. Баланы балабақшаға берген өте жақсы, дұрыс. Өйткені балабақшада жан-жақты дамиды. Өзіміздің қазақ халқының дәстүрін, ұлттық құндылықтарын дәріптейміз балаларға. Соның ішінде сіз осы ертегі айта білесіз бе немереңізге? Әрине айтып беремін. Өте жақсы. Ертегіні айтқанда, білесіз бе, дауыс ырғағына өте қатты көңіл бөліңіз. Және ертегі айтып болғаннан кейін баладан сұрақтар қою арқылы сонда бала өзіне тез қабылдайды. Және ертегі барысындағы жағымды кейіпкерді, жағымсыз кейіпкерлерді тез ажырата біледі. Және біздің өзіміздің қазақ халқының бір сондай құндылықтарының бірі тыйым сөздер бар, мақал мәтелдер бар, жаңылтпаштар бар. Оны да бойына сіңіре білсе, біздің қазақ халқының нағыз керемет азаматтарының бірі болып өседі. Бала деген біздің болашағымыз, біздің ертеңіміз осылар. Баланы бесіктен, тал бесіктен тәрбиеле деген. Иә, қане екеуміз бір жаңылтпаш айтып көрейікші, Алтайыр. Мен айтам, одан кейін сен айта көр, иә? Торта қойдым, орта қойдым. Орта қойдым, орта қойдым. Орта қойдым, жорта қойдым. Орта қойдым, солта қойдым. Қандай керемет, тілі қандай әдемі анық. Жарайсың. Енді тағы бір жаңылтпаш айтып көрейікші. Етігімнің басы қайқаяр, қайқаймас. Етігімнің басы қайқалар, қайқалмас. Қайқаяр, қайқаймас. Қайқалар, қайқалмас. Керемет. Не деген керемет? Нағыз әжесінің немересі. Қандай керемет